Вообще, понятия не имею ничего. Вот халасың ғой, не бар екен заттардың арасында. Точно Рамиздің киімі емес. Aha, iya, есіме түсті. Жеңер екен. Жатыр, мына француз өте качествосы мықты, күшті болып кеткен. Және де бір ұнамағаны маған мынандай жазу, қытайша жазу болғаны. Негізі суретте болмаған еді жазу, бірақ келген кезде осындай логомен келді. Солысы маған ұнамады. Так, байынша өте әдемі. Мен менің ағаш ыдыстарымның арасын осылармен толтырып жатырмын. Бір зат заказ бердім, осы коробкамен келді, өте әдемі болып алған. Көріп тұрғандарыңыздай ашамыз, ішінде не бар екен деп қараймыз. Мен біліп тұрмын не бар екенін. Мен балама ол ыдыс заказ берген болатынмын. Енді қараңыздар қандай әдемі орап жіберген, прям сынбайтындай қылып. Және осының ішінде осындай қасығы, ағаш қасық. Қараңыздар. Және де мынандай ыдыстар. Қазір мен аюдың суреті бар ыдыс. Ыдысты өте жақсы орап жіберген. Мына күшті орайтын дүние екен. Кішкентай ғана осындай тарелка, оның кружкасы бар былай. Тоже аюдың суреті бар. Және тамақ жейтін тарелкасы. Бұл балаларға тамақ жеуге деген мотивация деп ойлаймын. Маған да кішкентай бірдеңелер салып беруге болады. Тәттілер, может. Аюды қараңыздар. Кешке балама көрсетемін, қуанып қалатын болды. Осындай ойыншығымен. Вау! Оңе! Саған бұның бәрі. Ано не анау? Келесі зат ол осы сумочка. Оның ішінде заттар бар. Бұлар әдемі бір коробкамен келді. Негізі мен бірақ сыймайтын болғасын ашып тастадым. Қараңыздар, сумочкасы керемет ланчбоксты салып алып кетуге. Ішінде осындай пакет ыстықты ұстап тұруға арналған. Сосын ішіне осындай пенал шықты. Пеналдың ішінде не бар деп ойлайсыздар? Қарасаңыздар, осындай екі палочкамен және бір қасық шықты. Өте әдемі ойластырылған. Менің жолдасым кейде жұмыста обед берген кезде ұнамайды деп жатады. Сол себепті енді оған обед беріп жүрген. Мынау тамақ, салат, десерт салуға арналған стеклянный ыдыс, қараңыздар. Ауа шығаратын, ол сақтап қоятын бар. Және ең үлкені мынау стеклянный ыдыс. Бұл осылай ашылады. Пакетін алып тастайық. Бір жанына салат, бір жанына тамақ, немесе мында блинчики, сосын яқта подливмен деген сияқты нәрселер салуға болады.